Бір тәулікте 76 тілге аударылған қарт ананың 4 ауыз сөзі. Балам, мен қартайғанда мені қараусыз қалдырма. Ол кезде мен бейне сенің кішкентай кезіндегідей асырауға мұқтаж боламын. Мен қартайғанда қолдарым дірілдеп, бейне сенің сәби кезіндегіндей асты киімге төгіп алуы мүмкін. Сол кезде сен сабырлы бол. Мен қартайғанда кейде сыртқа шығып, таза ауа жұтқым келеді. Құтты сенің бала күнінде арбаға салып алып, сыртқа алып шыққанымдай. Мені де далаға алып шығып, серуендетіп тұрсан. Мен қартайғанда істеген ісімді, сөйлеген сөзімді ұмытып қаламын. Маңызы жоқ істер үшін басында ауыртып сөйлей беретін болармын. Ол кезде мен не десем де, сенікі жөн деп көбірек сабыр сақтағайсың. Мен қартайғанда көп сөзді болып кетуі мүмкін. Ол кезде екі құлағында басып тұра қашпай, өтірік болса да тыңдаған кейіп танытып отыра берсем болады. Мен қартайғаннан кейін кішкентай балаға тәрбие бергендей, сен де құлақ етінді жеп тәрбие айта беру мүмкін. Ол кезде менің айтқаным көңіліне жақса да, жақпаса да, жарайды деп басынды изей салсам болады. Балам, мен о дүниеге аттанғаннан кейін мәңгілік көзімді аша алмайтын болғанда, егер Алла қалап жатса, ол жақта да сенің бақытың мен отбасың үшін дұға жасайтын боламын.